Баршаңызға сәлем. Менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен баклажаннан икра жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бізге қажетті заттарымыз помидор, баклажан. Баклажанымызды осылай төрт-бұрыш етіп турап алатын боламыз. Ащы бұрыш, болгарский, чеснок, укроп және петрушка. Егер петрушка жоқ болса, кинза қоссаңыздар да болады. Егер жоқ болса, ол да қажет емес. 4 бас пиязымызды алып алдық. Пиязымызды майдалап турайтын боламыз. Осылай майдалап турап алатын боламыз. Достар, менің арнама жазылмаған болсаңыздар жазылып, менің каналым дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Пікірлеріңіз болса, комментарияға жаза кетсеңіздер, мен оқитын боламын. Пиязымызды осылай майдалап турап аламыз. Сіздер баклажанның сыртымен ұнаса, сыртымен қоссаңыздар болады. Бізде ұнатпайтын болғандықтан сыртын ашып тастадым. Пиязымызды турап алдық. Енді газге майымызды құйып, қыздырып алатын боламыз. Қызып тұрған майымызға пиязымызды қып-қызыл болғанға дейін қуыратын боламыз. Пиязымызды қып-қызыл етіп қуырып алдық. Енді помидорымызды қосып қуыратын боламыз. Помидорымыздың соғы шыққанға дейін астын қатты қойып, мен қуырып жатырмын. Помидорымыздың соғы шыққанға дейін қуырып алатын боламыз. Соғы шығып, енді бұған баклажанымызды қосып қуыратын боламыз. Баклажанды ашып, турағаннан кейін үстіне кішкене тұз қосып, кішкене қойып қоятын боламыз. Сол кезде астына қара өзінің ащы сулары шығатын болады. Ол суын төгіп тастайтын боламыз. Мына баклажанымыз да қуырылып жатыр. Араластырып тұруымыз керек арасында. Астын жай қойып қойғанмын. Болгарскийімізді қосып, чесногымызбен ащы бұрышымызды да қосып алатын боламыз. Бұларды да жақсылап 10-15 минуттан, әр қосқан затымызды 10-15 минуттан қуырып жатырмын. Баклажанымызды, помидорымызды, енді болгарскийімізді 10 минут қуырсақ болады. Астын жай қойып, қуырып алатын боламыз. Достар, мен инстаграм парақшамды да қалдырып кетемін. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер де болады. Бетін жауып қоямыз 10-15 минутқа. Бұл кезде біз укробымызбен кинзамызды, петрушкамызды турап алатын боламыз. Икрамыз уже дайын болайын деп қалды. Укробымызды бетіне салып, тағы да 15 минутқа бетін жауып, астын жай қойып, қуырып алатын боламыз. Өте дәмді болып шықты, достар, жасап көрсеңіздер болады. Қызыл болгарский қоссаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Дәмдеуіштерімізді салып аламыз. Ащы бұрышымыз, тұзымыз бар. Қара бұрышымызды қосып аламыз. Лавр жапырағын қосып аламыз.
сөйтіп 15 минутқа тағы да бұқтырып қуырып алатын боламыз. Икрамыз дайын болайын деп қалды. Біз енді банкаларымызды жуып тазалап алатын боламыз. Ана 10 минуттан бір араластырып тұрамын. Астына жабысып қалмау үшін. Майы бетіне шыға бастаған кезде уже икрамыз дайын болып қалғаны. Мен банкаларымыз дайындап алып, уже банкамыз жауа берсек болады. Мен банкаларды осылай парт етіп аламын. Шайнектің ішіне қақпақтарында салып, оларды да парт етіп аламын. Біздің икрамыз дайын. Банкаларымызға салып, жауа берсек болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видеомды соңына дейін қарап, комментарий, лайк басып кетсеңіздер, мен өте қуанышты болатын едім. Банкамызға салып алдық. Екінші банкамызға салып аламыз. Түрі де, цветі де өте әдемі болып шықты. Барлығын осылай салып алып, енді банкамызды жауа береміз. Аузын жапқаннан кейін осылай жатқызып көру керек. Қақпағынан ауа кіріп тұрма, кірмей тұрма, соны білу үшін жақсы жабылған, жабылмаған тексеріп алуымыз керек болады. Банкамыз дайын. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Жасап көріп, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Сіздермен бірге болған Сандуғаш. Астарыңыз дәмді болсын.